Құрметті тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі тыңдайтындарыңыз Камал Әлпейісованың «Бақыт пен елес» әңгімесі. Сүйінші, әйеліңіз қыз туды. Маржандай тізілген аппақ тістерін көрсете, ақсия күлген ақ қалатты медбике өзінен хабар күтіп, тықыршып тұрған Ерденнің түрі бұзылып кеткенін көріп, езуін жия қойды. Салмағы 3 келі, 300 грамм, бойы 55 сантиметр, деді сосын бәсең дауыспен. «О, бойы саған тартқан биік болады екен», деді Ерденнің қасында тұрған жолдасы Сәбит мәз болып. «Қойшей», деді Ерден оған жақтырмай қарап. «Қаны өте сирек топқа жатады. 4-ші резус минус», деді медбике бар ақпаратты тезірек жеткізгісі келгендей тез-тез сөйлеп. «Өйт деген, қанның тобы да сенікі ғой», деген ойында ештеңе жоқ Сәбит Ерденді иығынан қағып қалып. Сол сәтте булығып, әзер тұрған Ерден Сәбитті итеріп жіберді де, кілт бұрылып, перзентхананың қақпасына қарай адымдай жөнелді. «Ей, Айсұлуға бармаймыз ба, Ерден?» Бала күннен бірге өскен сыралғы досының әуелі батылсыздау, содан соң ышқына шыққан даусы Ерденді тоқтата алған жоқ. Артына қайрылып қарамастан қолын бір сілтеді де әрі қарай кете берді. Сол қалпы беті оған жаққа жүре берген ол, бойын билеген өкініш пе, ыза ма, әлде өзін өзі аяу ма, әйтеуір бұрын соңды бастан кешпеген бір сезіммен арпалысып, перзентханадан ұзап кеткенін байқаған жоқ. Адамдар мен машиналар ерсілі-қарсылы ағылған үлкен көшеге келіп тірелгенде барып, есін жиды. «Апырау, менікі не?» Айсұлудың айы күні толып отырғанда аяқ астынан сапарға кететін болды. Қиыла қараған келіншегіне «Бармасам болмайды, бастық көнбей отыр», деді ант су ішіп. Шындығында іссапарға өзі сұранған. Айсұлу босанған кезде қалада болудан. Жоқ, Айсұлу босанғанда өзі күтіп жүрген ол деген сүйіншіні емес, басқа хабарды естимін бе? Сол кезде өзімді ұстай алмай қаламын ба деп жүрегі алабұртқан. Ол болса әрине еш уайым жоқ. Онда бұл өзін қалай ұстаса да, қалай тойласа да, әжесі айтатындай сот жоқ. Тек анасының құрсағында жатып, мұның жүрегін өрек бітіп қойған перзентінің кім екенін білмей, Ерденнің амалы құрыды. Жұрттың бәріне баласының ұл не қыз екенін оп-оңай айтып беретін УЗИ деген озық техникада бұларға келгенде дәрменсіз болып шықты. 2 рет түскенде де бала бері қарамай қойыпты. Кімде болса балаңыз әдепті, ибалы болады екен, деген дәрігер өзіне телміріп қарап тұрған Ерденге күлімсірей сөйлеп. Ерден сонда ұялып қалған. «Апырмай, мені қыздан безер болған біреу деп ойлап қалдым екен», деп ойлаған былай шыға бере. Қайдан білсін, қыздарын жүрегі езіле жақсы көретінін. Жолдастарының арсың-күрсің сөйлеп, алысып-жұлысып жататын ұлдарымен салыстырып, талшыбықтай майысқан қыздарының түр-сипаты үшін де, мінез-құлқы үшін де іштей марқайған кездері аз еместі. Тіпті 2-ші қызы туғанда бракоделсің деп қалжыңдаған жолдастарына: «Ей, жігіттер, ұл жасау деген қиын боп па? Шотпен шапқандай қобалақ-сабалақ етіп шығара саласыңдар. Бір жері шүртейіп тұрса болған әйтеуір. Ал қызды қас зергердің қолынан шыққан бұйымдай, қай қырынан қарасаң да көз жауын алатын өнер туындысындай етіп шығару керек» деп қалжыңдаған. Бірақ уақыт өте осындай әңгімелерден кейін сол шүртейіп тұрған бір жері бар баласының жоқтығы туралы ұры ой жылт ете қалатын болды. Алғашында сонша мән бермейтін, жылт еткен ой сол бойда ұмыт қалатын. Қартая бастаған әкесінің Ерденде 2 қыз, Ермекте 3 қыз, тегіміз осымен тұйықталатын шығар деп
күрсінгенін естіп, шешесінің Аманбаевтардың атын шығаратын бір ұл болса деп көз жасын сығып алғанын көргелі бері, ұлым болса деген ой ойламаған жерден сап ете қалып кәдімгідей мазалайтынды шығарды. Бірақ әлденеден қуыстанып, ата-анамның тілегі орындалар еді деп өзін өзі ақтауға ұмтылатын. Іссапар деген аты ғана маңдытып бір тірлік бітірген жоқ. Көңілі алаң болып, қайта-қайта қалта телефонын қарап жүргенде Айсұлу перзентханаға кетіп бара жатқанын хабарлаған. Ерденнің дегбірі қашты. Өзі білетін барша әулие-әмбиелерге сыйынып, бір ұл берші деп жалбарынды. Бірақ көңілінің бір түкпірінде осынымның бәрі бекер ғой деген ұры ой қылаң берген. Жаратушының өзі сездіргені ғой. Айтқандай, әуежайда күтіп алған Сәбит Айсұлудың перзентханаға түскенін естіп, жолай бір құшақ гүл сатып алған. Ол гүлін беріп жіберсе, Айсұлу мұның келгенін біліп күтіп отырған шығар. Менің жүрісім мынау. Ерден қол көтеріп бір машинаны тоқтатты да үйінің мекенжайын айтты. Ондағы ойы қыздарын перзентханаға ертіп апару болатын. Есіктен кіре берген мұның мойнына асылған Айжан мен Әсел әкесінің құшағына таласып, менің папам деп жүрегін шаттыққа бөледі. Қане, дауласуды қойыңдар. Екеуіңнің де папаңмын. Дұрысы, үшеуіңнің де, деді Ерден қыздарын бауырына басып. Тез киініңдер, перзентханаға барып, бөпемізді көрейік. Ерденнің келіншегі босанып, үшінші қызды дүниеге әкелгені туралы хабар ағайын мен жора жолдастың құлағына сол күн-ақ жетті. Тағы қыз ба? Десті Ерденнің ұлдан үмітті екенін білетін кейбіреулер. Бірақ Ерденді көрген кезде қауқылдасып, арқасынан қағып құттықтап жатты. О, Ерден ака, байитын болды, деді ауладағы шатырда көкөніс сататын өзбек жігіт. Өз елінде ұзатылатын қызы көп әкенің мәртебелі болатынын білетін ол, Ерденді көрген кезде қалбалақтап, қолын ала жүгірді. 3 қыз тәрбиелеп өсірген әкенің орны жұмақта, деді көрші тұратын Қажапа. Айсұлу перзентханадан шыққан күні енесі көрші көлемді шақырып шілдехана жасаған. Қажапа Ерденнің көңіліндегі алабұртуды сезді ме, әлде өмірден көрген түйгеніне сүйенді ме? Ұлды шаңырақ иесі дейміз ғой. Бірақ қыз бала қашанда ата-анаға жақынырақ деп қойып, біраз әңгіме айтты. Жас келіншектерді біресе күлдірді, біресе күрсінте отырып, не ексең соны орасың деген ғой. Қыз туды деп әйелді кінәлау жөнсіз деген мәселені де қозғап кетті. Әңгімесінің шілдеханадан гөрі телевизордан берілетін ақыл кеңестердей тым салмақты болып бара жатқанын байқап, қыз бала әкеге жақын болады дегенді мына Айжан мен Әселден көріп жүрмін. Әкесі дегенде Айсұлуды сатып жібереді ғой шіркіндер деп, онысын Ерденге қоштатып қойды. Ерден кішкентайын Аружан деп атады. Ару десе дегендей, көзі қарақаттай мөлдіреген, балапан шашы бұйраланып, аппақ жүзіне ерекше әр берген сәби күн сайын түрлі қылық шығарып өсіп келе жатты. Әкесін көргенде жылағанын қоя қоятын болды. Есіктен кірген бойда қолын алмаса, дүние күйіп кеткендей жылайтынды шығарды. Әкесінің қасында жатса ғана ұйықтайтын әдет тапты. Ерденнің өзі де Аружанды ерекше жақсы көрді. Үлкен 2 қызын да жақсы көреді ғой, бірақ кішкентайы десе ішкен асын жерге қоятын. Қайда барса да қасынан қалдырмай ертіп жүретін. Міне бүгінде мекемелерінде өтетін мерекелік іс-шараны көрсін деп қызын өзімен ерте келді. Қарсы кездескен бір танысы, «Ау, мына жігіттің аты кім?» деді, Ерденге қулана қарап. «Қызым ғой, аты Аружан», деді Ерден байыппен сөйлеп. «Қой, қайдағы қыз? Үйтіп жасырмай-ақ қой, сенің қыздарың өсіп кеткен жоқ па? Ал мынау жігіт тура сенің кісәрі көшірмен ғой». «Маладес», деді танысы көзін қысып қойып. Шындығында бір көрген жан тізеден жоғары қысқа шалбар, жұқа футболка, жеңіл кроссовка киген Аружанның ұл не қыз екенін ажырата алмас еді.
«О, Ерден Мұратханович, ұлыңыз аузыңыздан түсіп қалғанда екен», деді сол жерге келе қалған Гүлмира есімді тележурналист. Бұл келіншектің осындай іс-шаралар туралы репортаж түсіріп жүретінін Ерден білетін. «Мен ұл емеспін, аружанмын», деді сәби бұртиып. «Солай ма? Өкінішті, ұл болғаныңда вообще күшті болатын еді», деді журналист келіншек Ерденге көзінің астымен қарап. «Қызымның қай жері ұнамай қалды?» деді Ерден қылымсып тұрған келіншекке ашулана көз тастап. Ол әлде адам жанына бататын жайлар болатынын білмейтін, әлде біле тұра өзімдікі дұрыс деп табандап отырып алатындардың қатарынан ба екен, айтқан сөзіне титтей де қысылмай ұл еместігі деді мырс-мырс күліп. Сөз жүрегінде біз сұғып алғандай әсер етті. Содан бастап Ерден адамдардың сөздерінен астар іздейтінді шығарды. «Балалар аман ба?» деді ауылдан келген туысқаны кездесіп қалып. «Қыздар деуге мені аяп тұр ғой» деп ойлады Ерден іштей. «Балаларыңызды жаңа жылдық шыршаға әкелесіз бе? Мен тізім жасап жатырмын» деп сұрады хатшы қыз. Әдейі қыздарыңызды демей тұр деген ой жүрегін шаншып өтті. Ақыр аяғы хатшы қыз да ұлы жоқ деп мені мүсіркейтін болды деп ойлады мұңайып. Бара-бара ұлының жоқтығы күндіз ойынан, түнде түсінен кетпейтін болды. Ішіне бір түсіп алып кеулеп жеп жатқан жегі құрттай барлық арман мақсаттарын көмескілендіріп, өмірде ұлды болудан басқа мұраты жоқ адам қалпына түсірді. Небір қуанышты кезеңдерде неге менің ұлым жоқ деген ой жылт ете қалып, асып тасқан көңілін сап тиятын. Тележурналист келіншектің мысқылды даусы құлағында жаңғырып, талай рет ұйқысынан шошып оянды. «Қап, сені ме?» деді жастығын мыжғылап отырып. «Бірақ ренжігеннен не істейсің? Еркек болса, бар ашу ызасын қортқан қорғасындай етіп жұдырығына құйып, өлімші етіп сабар ма еді? Кім біледі? Қарамағында істейтін біреу болса, жұмысына мін тағып, қудалап күн көрсетпес пе еді? Бәлкім сонда көкірегіндегі қыжылы қайтар ма еді? Енді не істей алады?» Ішкі арпалысын баса алмай ала сүріп жүргенінде Гүлмира телефон шалды. Түк болмағандай сөйлеп, компанияның ірі тұлғалары туралы хабарлар циклін жасап жүргенін, жоспарында бұл туралы фильм түсірмек ойы бар екенін айтып, кездесуді ұсынды. Ерденнің қаны басына шапшыды. Дәл қазір кезінде өзін ұлың жоқ деп мүсіркеп кеткен әйелді атарға оғы жоқта еді. Кездесуден үзілді-кесілді бас тартты. Келесі күні Гүлмира Ерденнің кеңсесіне келді. Кейіпкерлерімен тілдесуді жинақтаған талай жылғы тәжірибесі бар емес пе? Ерденнің түйілген қабағын жазу үшін бар өнерін салып, әйелдік арбау, баурау амалдарын жұмсап бақты. Көзін төңкере қарап, даусын құбылтып, компанияның ерен табысында мұның үлесі аса қомақты екендігін, былайғы жұрт жақсы білетіндігін айтқанда, адам деген пенде ғой, осыған дейін міз бақпай отырған Ерден елең ете қалды. Тап сол сәтте осы әйелдің күні кеше ғана баласының ұл еместігі ұнамағанын мысқылдай айтқаны құлағында жаңғырып, есіне бірдеңе түскендей бетіне тесіле қарады. Өткендегі сөзінен бері осы әйелді жасытып, жігерін құм етсем деген ойдан біразға дейін арыла алмай жүрген. Ерден сол сәттің келгенін түсінді. Сол оймен түсін сәл жібітіп, ойланайық деді. Гүлмира қуанып кетті. Оның өз есебі барды. Тұрмыста жолы болмай, алғаш бас қосқан адамынан ажырасып кеткен соң енді қайта күйеуге шықпасқа ант еткен. Оң солын танып, карьера жасап барып отбасын құратын шетелдік қыздар ақмақ емес шығар дейтін ол құрбыларына. Шетелдік өмір салтына еліктеп, бірер адаммен азаматтық некеде тұрып та көрді. Сонда да бір байқағаны мұндай қатынастар ер азаматтар жағына қолайлы екен.
тең құқылы, бірақ өзара жауапкершілігі жоқ қарым-қатынастан тез жеріді. Уақыт болса алақаннан сусылдап төгілген құмдай өтіп жатты. Жасы ұлғая бастағанын бала сүйгісі келгенде түсінді. Блокнотын ақтарып отырып, осыдан бірер жыл бұрын өз хабарына түсірген генетик келіншектің телефонын тауып алып, бала туғым келеді деді, амандық саулық сұрағаннан кейін. Туыңыз, деді ғалым келіншек күле сөйлеп. Бір мәселе бар, соны ақылдасуға келейін деп едім, деді жұмбақтап. Ғалымның келіңіз дегенін ести сала құстай ұшты. Менің ұл туғым келеді, деді бұл мәселені төтесінен қойып. Өткенде сіз баланың жынысын жоспарлауға болады деп едіңіз ғой. Маған қолайлы кезеңдерді есептеп шығарып беріңізші. Онда, жалпы бұл сіздің жеке шаруаңыз екенін білемін. Менікі тек өмірден түйген жайды айтып өту ғана. Жалғыз бастысыз, өзіңізге серік болатын, әрі кейін қарайласып тұратын қыз туғаныңыз жөн емес пе? Рахмет, ұл тусам жалғыз болмайтынымды білемін. Ол өзіне таңдана қараған дәрігерге жұмбақ түрмен күлімдей көз тастады. Гүлмираның ішкі есебі мықты еді. Қай заманда да қазақта ұлы жоқ болуын атын жоғалтумен барабар санайтындардың болатынын ол жақсы білетін. Тарихта мұрагер керек деп 40 қатын алған қандардың болғаны, қыздарын жан қатарына қоспай балам жоқ дейтін бектердің жер басып жүргені жұрттың бәріне белгілі емес пе? Солардың ізбасарлары бүгінгі заманда да бар екенін, тіпті кейбіреулерінің мұның хабарларына да қатысып, ұл десе ішкен асын жерге қойып отырғанын көзбен көрген. Ішінде не бір қасқасы мен жайсаңы бар. Солардың біреуінің етегінен неге ұстамасқа? Ол үшін бар болғаны ұл туып беру керек. Сосын рахат өмір басталады, шіркін. Тірі пендеге білдірмеген жоспарын дәрігерге айтсын ба? Жұмбақтай күлімсірегені сондықтан. Өзі білетін ұлға ынтызар болып жүргендердің ішінен Гүлмираның таңдауы Ерденге түсті. Ақылды, көрікті, бай, басқа кандидатураларға қарағанда жасырақ. Қоғамға әжептәуір танымал, өз саласында аты бар адам. Әрі естуі бойынша соңғы бірер жылда ұлы жоқтығын уайымдап жүр деседі. Ендеше тура маған лайық контингент екен деп алақанын ысқылап фильмге түсуге келісім алудың түрлі жолдарын ойластырып келген. Болашақ кейіпкері көп жалынтпағанын жақсылыққа жорып жымиып қойды. Фильмнің алғашқы бөлігі бейресми жағдайда Ерденнің таудағы саяжайында түсірілді. Бірінші күні былай жүріңіз, мұнда қараңыз, үйтпеңіз, бүйтпеңіз деп ығырын шығарған тележурналистен құтылғанша асыққан Ерден қайдан келсе қойып едім деп өзін іштей 1000 рет сөккен шығар. Бірақ ашуын сыртына шығаруға қашанғы әдептілігі жібермеді. Кешке таман құлаш-құлаш таспасын шығарған шығармашылық топты бостан-бос қайтаруды ұят санап дастарханға шақырды. Коньяк ішіп, көңілденген топ ұзағырақ отырып, қас қарайғанда жолға шықты. Коньяктан басым айналып тұр, сәл жата тұрайыншы деп диванға қисайған Гүлмираны оята алмаған әріптестері бір-біріне жымың-жымың етіп қарап, қалаға өздері кетті. Ерден үйіне ертеңіне ғана түн ортасы ауғанда оралды. Фильм теледидардан түсірілгенде Ерденнен бұрын Айсұлу мен қыздары қатты қуанды. Күйеуінің қажеті қанша дегеніне қарамай, аста көк дастархан жайып шығармашылық топты үйлеріне шақырды. Тележурналист келіншектің тым еркіндігін кәсіптік ерекшелігіне балады. Ерденнің өзін сәл қолайсыздау ұстағанына, қонақтардың әлденеге жымыңдасып, бірін-бірі түрткілеп отырғанын тіпті мән берген жоқ. Қыстың алғашқы айында Гүлмира Ерденге телефон соғып өзінің жүкті екенін хабарлады. Ол өз шаруаң, деді Ерден. Мен семьямды тастап, саған үйленемін деп уәде берген емеспін. Үйленбей-ақ қой, ұлың әкесіз өседі. Ерденнің бүйрегі бүлк ете қалды. Көріп келділігің бар ма? Ұл екенін қайдан біліп қойдың? Есесіне сен ғалым емессің бе?
21 ғасырда баланың жынысын алғашқы апталардан-ақ білуге болатынын естімеп пе едің? Ерденнің тілі күрмеліп, ештеңе дей алмады. Жаманат жерде жатпайтынын тағы да дәлелдеп, жарының опасыздығы туралы өсек Айсұлуға да жетті. Әңгімені бастауға дәті бармай жүрген Ерден Айсұлудың ашулы сөздерін үнсіз тыңдап отыра берді. Кінәлімін, бірақ оны сенен артық көргенімнен барған жоқпын, деді бар болғаны. Өзің не айтып тұрғаныңды түсінесің бе? Ау, ондайға ынтық болып бармағанда қайтып барады? Жек көріп тұрып бір төсекке жаттым дегенді барып ақмақтарға айт. Сенсең сен, сенбесең қой. Шыным сол. Әуелгіде ұлың жоқ деген үшін оны төмендеткім келді. Ол қорлықтың ең үлкені еркектің өз ойын орындаған соң әйелді тастап кетуі. Мен де оны соңынан жүгіртейін, кіріптар етейін, жалындырайын дегенмін. Бірақ ол менен асып түсті. Ұл туды. Соңғы сөзін терең күрсініп айтты. Айсұлу бәрін де түсінді. Иә, бұл ұл туып бере алған жоқ. Сол үшін Ерденнің қорланып, өзін бақытсыз сезініп жүргенін де сезеді. Бірақ бақыт баланың ұл не қыз болуында мекен? Осынша құрбандыққа апарған ұлдың ұшпаққа жеткізеріне кім кепіл? Қыздарын айналтып, үйірілтіп, елжіретіп, әкелік сезімін бірақ сәтте ұмыттырған ұл, жарық дүниеге келер жолыңа тап өзіңдей 3 перзенттің көз жасы төгілгенін сезесің бе? Дүниеге келісімен бір отбасының шырқын бұзған ұл өмірде қандай болар екенсің? Шым-шытырық ойға шырмалған Айсұлу Ерденге біреулерді жылату арқылы бақытты болу мүмкін еместігін айтқысы келген. Бірақ дәл қазір оның ұлды болғаннан басқа ештеңені ойлай алмайтын күйде екенін түсініп, әңгімені созудың қажеті жоқ деп шешті. Ұлды армандағаныңды білемін. Бірақ сенің арманыңның арман емес, өмірдің бар мәнін перзентіңнің жынысымен есептейтін ауруға айналғаның өкінішті. Сондықтан жолыңа кесе көлденең тұрып қайтем. Бар, жолың ашық. Бірақ ойнастан туған ұл оңбас деген сөздің бекер айтылмағанын ұмытпа. Қашанда өз пікірін білдіру үшін оны ішкі безбеніне салып, таразылап алып барып сөйлейтін Айсұлудың соңғы сөздері денесін тітіркенткен. Ерден есікке беттей беріп, қалт тоқтай қалды. Қарсы уәж айтқысы келген аузына дәлелді сөз түспеді. Содан соң, ой, қазақ не демейді деген оймен өзін алаңдатпай кетуге бет алды. Жанары жасқа толған Айсұлу иығын сәл қушитыңқырап бөлмелерінен шыға берген Ерденді көзбен ұзатып, екеуара не бір тәтті сәтті өткен төсектерінде тапжылмай отыра берді. Сыртқа беттеген Ерденнің аяғына Аружан келіп оратылды. Папа, қайда бара жатырсың? Мен де барам. Ерденнің жүрегі шым ете қалды. Есіктің жақтауына сүйеніп тұрған Әселді бетінен сүймекші болған. Ол өкси теріс айналып кеткенде, Айжан әкесінің қасынан сырғи өтіп, анасының бөлмесіне кірді. Мама, папаны жібермеңізші, сіз оны сүйемін деуші едіңіз ғой. Сүйемін. Сүю деген сүйген адамыңның бақытты болуын тілеу, қызым. Ал әкеңнің бақытты болуы үшін ұл керек болды. Ал бізше, бізді тастап кете бере ме? Ештеңе істеуге болмай ма? Ештеңе істеудің қажеті жоқ, қызым. Менімен ғана болсын деп түрлі амал қолдану сүйген жанның емес, есебі мықты аярлардың тірлігі. Айжанның амалы құрыды. Көрерміз, деді өксіп отырып, көрерміз әлі.